Almağaçtın gülündü ay, tegemеттің gülündü ay. Қайдасыңдар? Кім бар мұнда? Ашеке, сәлем бердік. Тағы не болып қалды? Ауылға жасауыттар келе жатыр. Олар тегінен тегін жүрмейді ғой. Нешін келе жатыр екен? Өткендегі Кореясының былығы болмаса жарар еді. Сабыр сақтап, салаға шайық жүр. Байтұрсынды шақырыңдар. Отағасы, сізді шақырып жатыр. Байтұрсын Шошағұлы, сіз начальник Яковлевті соққыға жыққаныңыз үшін патшаның үкімімен тұтқындауға келдік. Ичеке не кетемін? Тұтқында. Құпылады. Әке, қайда барасың? Қой шырағым, балам жылама. Балам қандай қиындық көрсең де, аш болсаң да, қорлық көрсең де оқы. Шешеңнің қасында маған хат жазатын сен, балам. Әкелік өсетім осы. Жарайды, әке. Оқимын. Өтімді ақтын, әке. Түсіне қарап, ішінен түңілмең. Күшіне қарап, ісінен түңілмең. Ызыңдап ұшқан мынау біздің маса. Сап-сары, аяқтары ұзын маса. Сәлематсыздар. Сәлеметсіздер. О, Ахмет аға, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, әссәләм, шәкірттерім, қалайсыңдар? Қамашсыз. Бәлесапа орындық. Әне, төлетіңдер. Ахмет аға, түн баласы көшірмін алмағансыз ба деймін. Аңғармайда қалыппын, күнде шығып қалыпты. Кәне, жайғасыңдар. Оқу жағы қалай? Ахмет аға, Петербург қаласындағы 40 мысал деген атпен жарық көрген алғашқы кітабыңыз. Орыс мысалшысы Иван Крыловтан аударылғанына куә болдым. Шеберлік те осыны айт. Крыловты қазақша сөйлеткісіз ғой. Ұстаз, қазақ газетіне шыққан қазақтың бас ақын мақалаңызға тәнті болдым. Мұндай ғылыми зерттеу бұрын соңды қазақ әдебиетінде болмаған екен. Абай атамызға баға беріп, ұлын ұлықтағаныңыз, бізге үлкен даңғыл жол сап бергендіңіз. Кейінгі толқын інілер, алдыңғы толқын ағаларға қарап, бой түзеген деп білемін. Шәкірттерім, әкем марқұм оқыды өсиет қалдырып еді. Халқының надандықтан көзін ашатын, тәуелсіздікке жетудің ең алғашқы қаруы білім екенін әуел бастан аңғарып еді. Шіркін, халқым мұны аңғарса ғой. Ахмет Байтұрсынович, сіз Алаш ордасын құрып, Совет үкіметінің адал большевиктерінің арасына ірткі салыпсыз. Халықты жолдан тайдырып, жаңа үкіметті құлатпақ ниетте екенсіз. Сіз халық жаусыз, тұтқындаласыз. Қайдан барасыңдар? О дүниеге. Бұлда қайық мініп еспесі жоқ, теңізде жүрміз қалқып, кешпесі жоқ. Жел соқса, құйын қуса, жылжи беру. Болатында табан тіреу, еш нәрсе жоқ. Ұстаз! Сізді ақтап алам, ұстаз! Қарағым, дұға көйім, қамқорам. Арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақта. Көруге жазға едім хатта қалам. Бара алмай өтірікші болып әбден, Семейдің түрмесінде отырып алам. Мал ұрлап кісі өлтірген айыбым жоқ. Өкімет өр зорлыққа не бар шара. Ахмет Байтұрсынович, сізге түрмеде қағаз қалам ұстауға рұқсат жоқ. Жолдас, тез арада Ахметтің халқының көзін ашпақ болған шымай сынықтарын ұлтқа жарты. Ол халқына жермен де тарап. Байтұрсынов, тұр орнына. Қолыңды артқа ұста, оңға бұрыл. Жүр. Кімге келдің? Байтұрсыновқа. Байтұрсынов? Байтұрсынов де. Тізімін жаздыңдар ма? Рұқсаты бар аға. Кәне, ұзат бер. Бұл тізімді кім жазды? Мен. Хатта не еткенсің ғой?
Ананда кім пісірген екен? Ұнады ма, біз сізгін айтын білмеді, айып менен. Тоқта. Сендерге 10 минут уақыт беріледі. Қой, жылама. Қалай, үй іштері қалай? Апамдар қалай? Бәрі аман сау. Арысым ау, бетіңізге не болған? Тістеріңіз қайда? Деніңізді саутамдығы жоқ қой. Басым. Етім етілсе де, миым езілмегенде тәубе. Тісім қабылса да, тілім кесілмегенде тәубе. Қабырғам сынса да, қабағым жарылмағанына тәубе. Тәубе. Арысым ау, сіз аман болыңыз. Сіздің саулығыңыз халқымыздың саулығы. Сіз білім бұлағын мұхитқа айналдырып, жаныңызды пида етудесіз. Шіркін, өткен күндер есіме түседі. Отбасында арқа-жарқа болып отырушы едік. Шәкірттеріңіз Міржақып, Мағжан Жүсіпбекпенен өзіңіздің қош шерен әнін бірге шырқаушы еді. Кейде өзім отырғанда құлағыма ереді, бірақ зарлы әуен болады. Сіз менің күндерім тозақ болуда. Арысым ау, бір жеті болды. Міржақыпты алып кеткелі. Міржақыпты алып кетті де, оларда ешқандай аяушылық жоқ. Таза зұлымдар. Бірақ біз оның қай түрмеде екенін де білмейміз. Әттең, тағы да бір шамшырақ сөне ме деп қорқам. Уақыт бітті. Арысым ау. Тұр. Ахмет Байтұрсынов, Совет үкіметінің жоғарғы сотының 1937 жылға 8-90-дағы үкімімен атылу жазасына кесілсін. Тән көмілер, көмілмес еткен ісім. Ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын. Ел бүгіншіл менікі ертеңгі үшін.